Қызылорда іргесіндегі Иркөл ауылында 24 үй бар. Ауыл тұрғындарының бұрыннан бергі басты мәселесі ауыз су. Тұрғындардың ауыз суды 2 шақырым жерден тасып ішіп отырғанына ондаған жыл болған. Суды мына жерде ауылдан 2 шақырым жерде скважина бар, содан тасып ішеміз. Есек-арбамен болмаса қол-арбамен. Иркөл ауылы Қызылордадан небәрі 35 шақырым жерде орналасқанымен қалаға күнде қатынап жүрген адам сирек. Тұрғындардың айтуынша ауыз судан бөлек елді мекеннің тағы бір үлкен мәселесі жол. Қыс келгенде қалаға қатынау тіпті қиын. Қыста көлік апаттары көп болады дейді олар. Жол деген өте нашар, ойдым. Сол ойдым жолдың кесірінен кеше 27-ші маршруттағы бүткіл ауылдың бүткіл халқы қырылып қала жаздадық. Дамбыдан ұшып кетті жолдың осы тайғақтығынан. Сөйтіп сырттан машиналар келіп, адамдар келіп бізді құтқарды, алдындағы терезесін сындырып, содан шықтық бәрі адам. Далада қалып қойған ауыл сияқтымыз. Бізге ешқандай жолды дұрыстаймыз деп бізді әлі келеді. Иркөлдіктердің айтып отырғаны Қызылордаға апаратын күре жолдан ауылға дейінгі 16 шақырым. Тозығы шыққан тас жолдағы соңғы жөндеу жұмыстары 18 жыл бұрын жасалған. Иркөл ауылы Қызылорда қаласындағы Тасбөгет кент әкімдігіне қарайды. Тасбөгет әкімі Жұмабек Әлиев Иркөлдегі мәселелер елді мекендегі шағын және орта бизнестің дамуына байланысты болып тұрғанын айтады. Байқоңыр корпорациясы арқылы болат шаруа қожалығы кәрі балық өсіруде. Иркөл көліне кәрі балық жіберіп бағып жатыр, 200 мыңдай шабақ жіберіп. Сонымен қоса Байсал шаруа қожалығы оның басты құс фабрикасын салмақты. 50 басық ірі қара бордақылау, кредиттерін алып 1-2 айдың ішінде осы жұмыстардың бәрін бастап кетеміз дейді. Көктем айында осы жұмыстарды көресіздер дейді. Соларға байланысты арнайы инвест проект арқылы үлкен бір скважина салынатын болып жатыр, жол жөнделетін болып жатыр. Ертең осы проектлердің бәрі жүзеге асқан кезде ол жердің халқының жағдайы жақсарады деп айтуға болады. Тасбөгет әкімі Жұмабек Әлиевтің айтуынша 2005 жылы Иркөлді су алып, ауыл тұрғындарына Қызылорда қаласына көшу үшін жер бөлінген. Алайда олар мал өсіру мақсатымен бұрынғы аймаққа қайта көшіп барған. Қазір Иркөлде 120 адам тұрады. Елді мекеннің бастауыш мектебі бар.